Рамазан айында кез келген жақсылықтың сауабы Алла тағала тарапынан еселеп беріледі. Және пайғамбарымыз, Алланың ол кісіге сәлемі мен игілігі болсын, бір хадисінде былай дейді: кімде-кім Рамазанда сауабын үміт ете отырып, Алла разылығы үшін тарауих намазын оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Ал басқа бір хадисінде Алла тағала сендерге Рамазанның күндізінде ораза ұстауды парыз етсе, мен Рамазанның түнінде құлшылық етуді сүннет еттім деген екен. Олай болса, құрметті жамағат, тарауих намазы баршамыз үшін ерекше намаз. Ол осы Рамазан кештерінің, Рамазан түндерінің сәні деп айтсақ болады. Олай болса, құрметті қыз-келіншектер, қадірменді апалар, Рамазан айындағы тарауих намазының оқылу үлгісін сіздерге ұсынамыз. Жалпы тарауих деген сөз ол тынығу, демалу деген мағынаны білдіреді. Себебі әр 4 ракағаттан кейін намаз оқушы кісілер аяқтарын созып, біраз тынығып алуға мүмкіндіктері бар. Тарауих намазы пайғамбарымыздың ең соңғы оқу үлгісі бойынша 20 ракағатқа созылады. Әйел адамның жалпы кез келген намазды үйінде оқығаны жақсы. Бірақ та шариғат әйел адамның мешітке келіп имамға үйіп оқуына да тыйым салмайды. Тарауих намазы құптан намазы мен таң намазының ортасында оқылады. Мешітке келген жамағат ең алдымен 4 ракағат құптан намазының парызын, одан кейін құптан намазының 2 ракағат сүннетін оқып барып, кейін имамға үйіп 20 ракағат тарауих намазын оқиды. Егер де сіз тарауих намазына кешігіп келген болсаңыз, онда бірінші құптан намазының 4 ракағат парызын оқып аласыз. Егер 2 ракағат сүннетін оқып үлгермеген болсаңыз, тарауих намазы аяқталғаннан кейін үтір уәжіп намазы оқылмай тұрып оқи аласыз. Рамазан айында әдетте мешіттерімізде осы 30 күн оразаның күндерінде тарауих намаздарында толығымен Құранды оқып шығады. Бірақ кез келген адамға тарауих намазын оқу үшін толығымен Құран аяттарын жатқа білу шарт емес. Егер де сіз 3-4 сүре білсеңіз де, сол сүрелерді алмастырып, кезектестіріп, тарауих намазын үйде де оқи аласыз. Әйел адам немесе ер кісі болсын, егер де намазды үйінде оқитын болса, онда ниет еттім Алла ризалығы үшін тарауих намазын оқуға деп қана қояды. Ал егер де үйде болсын немесе мешітте болсын имамға үйіп оқитын болсақ, онда тарауих намазын Алла ризалығы үшін имамға үйіп оқуды ниет еттім дейміз. Себебі бір отбасының ішінен отағасы немесе бауырлары немесе балалары болсын имам болып жамағатпен оқуларына болады. Олай болса, тарауих намазының тікелей оқу үлгісіне көшейік. Әрине, ең алдымен кез келген намаздағыдай жүзімізді қыблаға бұрамыз. Әйел адам өзінің нәзіктігіне байланысты тәкбір тартып, Аллаху әкбар деп, екі қолын кеудесінің тұсына жақындатып, одан кейін оң қолын сол қолының үстіне қою арқылы кеудесіне байлайды. Осы жерде Субханака дұғасы оқылады. Субханакаллахумма ва бихамдик ва табарака смук ва та'аля джаддук ва ла илаха ғойрук. Кейін А'удhu billahi минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүресі оқылады. Фатиха сүресінен кейін кез келген қысқа сүрелердің біреуін оқыса болады. Фатиха және бір қысқа сүре оқыған соң әйел адам Аллаху әкбар деп рукух жасайды. Рукухта өзіне тән жұмсақтық, нәзіктікпен жинақы тұрып, көзін сәжде жасайтын жерге қаратып, Субхана роббиял ғазим, Субхана роббиял ғазим, Субхана роббиял ғазим деп 3 рет оқиды. Рукухтан көтеріліп бара жатып, Самиғаллаху лиман хамидах,
Роббана ләкәл хәмд деп қиямға тіке тұрады. Денесімен толық қиямға тұрғаннан кейін Аллаху әкбар деп сәждеге жатады. Сәжде кезінде адамның маңдайы мен мұрны сәжде орнына тиіп, осы жерде Субхана роббиял әғля, Субхана роббиял әғля, Субхана роббиял әғля деп 3 рет айтады. Кейін Аллаху әкбар деп отырып, осы жерде роббихфирли, роббихфирли деп, кейін қайтадан Аллаху әкбар деп сәжде жасайды. Сәжде кезінде тағы да Субхана роббиял әғля, Субхана роббиял әғля, Субхана роббиял әғля деп Алланы пәктеп, осымен екінші ракағатқа Аллаху әкбар деп қайтадан тұрады. Фатиха сүресі оқылып, және тағы да қосымша сүре оқылып, қайтадан осы ракағатты қайталайды. Яғни Аллаху әкбар деп рукух жасайды. Рукухқа денесімен толық енгеннен кейін Субхана роббиял азим, Субхана роббиял азим, Субхана роббиял азим деп денесін қиямға тұрғызатын кезде Самиғаллаху лиман хамида, Роббана ләкәл хәмд деп қиямға қайта тұрады. Осы кезде Аллаху әкбар деп тағы да сәжде жасайды. Сәжде кезінде Субхана роббиял әғля, Субхана роббиял әғля, Субхана роббиял әғля деп Аллаху әкбар сөздерімен отырады. Отырыс кезінде екі қолын тізелеріне қойып, роббихфирли, роббихфирли деп айтып, Аллаху әкбар сөздерімен тағы да сәжде жасайды. Осы жерде айтып кеткім келіп тұрғаны, кез келген рукінді, яғни намаздың кез келген бөлігін орындаған кезде денеңіз сол қалыпқа толық ену керек. Яғни асығыстықпен бірден сәжде жасап, бірден тұрып, қиямға тұрмай жатып, қайтадан рукух жасап, олай асығыстық танытуға болмайды. Алла тағаланың алдында орындалған құлшылықтың толық хақысын беру керек. Сәждеде тағы да 3 рет Субхана роббиял әғля деп оқығаннан кейін Аллаху әкбар деп соңғы отырысқа отырамыз. Осы жерде әт-тахият дұғасы оқылады. Әт-тахияту лиллахи вассалавату ват-тоййибах. Ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля гибадиллахи ссалихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. Оңға сәлем, ассаламу алейкум ва рахматулла деп солға сәлем беріп, 2 ракағат тарауих намазын аяқтаймыз. Құрметті қыз келіншектер, егер де сіз намазды үйде оқитын болсаңыз, осы қалыппен оқи аласыз. Ал егер де мешітте немесе өз үйіңізде болсын имамға үйіп оқитын болсаңыз, онда намаздағы сүрелерді сіз оқымайсыз. Сіз үшін оны имам оқиды. Осылайша 2 ракағаттан бөліп сіз тарауих намазын оқи аласыз. Немесе 4 ракағаттан бөліп те оқи аласыз. Қалай оқысаңыз да әр 4 ракағаттан кейін сіз тарауих таспихын оқып, сол жерде біраз тынығып аласыз, зікір немесе дұғаларыңызды айтып алсаңыз да болады. Ал тарауих таспихының
оқылуы мынадай: Субхана зил мульки вал малакут, Субхана зил иззати вал азамати вал кудрати вал кибрияи вал джабарут, Субханал маликил хаййил лази ла ямут, Суббухун куддусун раббана ва раббул малаикати вар рух, لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Патшалық және мүліктер иесі Алла пәк, үстемдік, ұлылық, құдірет, үлкендік және өктемдік иесі Алла пәк, өлмейтін мәңгі, тірі патша Алла пәк, өте пәк, тым кіршіксіз Раббымыз, әрі періштелердің Раббы, әрі Жибірейілдің Раббы, Алладан басқа ешбір тәңір жоқ. Алладан жарылқау тілеймін. Я Алла, сенен жәннат тілеймін және тозақ отынан сақта деп саған сыйынамыз. Құрметті қыз-келіншектер, сіздерге бұл видеомыз пайдалы болады деген үміттеміз. Алла тағала баршаларыңызға Рамазан айын сондай хайырлы, пайдалы, қабыл болатындай өткізуді нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматулла.